Қаламызда туған өлкем тұғырым атты қалалық ән байқауы өтуде. Конкурс оқушылар арасында адалдық, әділдік, еңбекқорлық, отансүйгіштік сияқты ұлттық және адамгершілік құндылықтарды насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Сонымен қатар адал азамат біртұтас тәрбиесі бағдарламасының негізгі бағыттары қамтылған. Жалпы білім беретін мектептердің оқушылары арасында өткен қалалық ән байқауы 25 қазан республика күніне орай ұйымдастырылды. Конкурсқа 3-9 сынып оқушылары қатысты. Байқау шарты бойынша әр қатысушы отан, туған жер, Қазақстан тақырыбында бір патриоттық ән орындады. Әнді плюс фонограммасыз тек жанды дауыспен шырқау міндеттелді. Конкурс өте күшті деңгейде өтті. Ол өлеңнің аты отан. Ал ол өлеңді таңдаған себебім сынып жетекшіме және маған өте қатты ұнады. Қазылар алқасы қатысушылардың орындаушылық шеберлігіне, дауыс техникасына, сахнада өзін ұстауына және әннің мазмұнына сай сән үлгісіне ерекше назар аударды. Байқаудың әділ өтуі үшін ұйымдастырушылар облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде жүлде алған қатысушыларға қатысуға шектеу қойған. В честь празднования декады Дня Республики Казахстан. Қазақстан Республикасы күніне арналған 10 күндік аясында білім бөлімі бірқатар іс-шараларды жоспарлаған. Олардың қатарында шығармашылық байқаулар да бар. Солардың бірі қазіргі уақытта өнер мектебінде өтіп жатқан туған елім тұғырым атты вокалдық байқау. Аталған сайысқа шамамен 8 курсант, 100-ге жуық қатысушы жиналды. Бұл байқау оқушылардың патриоттық сезімін, сондай-ақ вокалдық қабілетін дамытуға бағытталған. Жалпы байқауға қаламыздағы 16 мектеп қатысып отыр. Барлық қатысушылар белсенділік танытып, жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Әрқайсысы марапатқа лайық. Бұл жас таланттарға жол ашып, өз қабілеттерін танытуға мүмкіндік берген ерекше өнер алаңы болды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер алғыс хаттармен, дипломдармен және арнайы сыйлықтармен марапатталды. Байқау қала оқушыларының отаншылдық рухын көтеріп, өнерге деген қызығушылығын арттырды. Айдана Несіпбай, Әлбек Садвакасов, Өркен Медиа.